Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог. Егер видео ұнайтын болса, міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, және комментарий бөліміне өзіңізді мазалаған денсаулыққа қатысты кез келген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де каналға салынған видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Құрметті көрермендер, каналға келетін, жиі қойылатын сұрақтарға жауап бере өтсем, ең жиі қойылатын сұрақтар осы жүктілікті жоспарлаушы ханымдар арнайы витаминдерді қанша уақыт көлемде ішу керек деген сұрақтар қояды. Соның бірі D витаминін қанша уақыт ішуіміз қажет. Жалпы кез келген витаминді арнайы анализдерден кейін ғана ішу қажет. Себебі кез келген витамин ол жетіспеушілігіде немесе артық дозалануы да мүмкін. Артық дозасы жетіспеушіліктен гөрі өте ауыр организмді уыттауы мүмкін. Сондықтан да көп жағдайда сапалы ұрық шығу үшін, аналық ұрық шығу үшін міндетті түрде 9 ай көлемінде ішу қажет. Егер одан уақытыңыз аз болатын болса, кем дегенде 3 ай ішкен абзалырақ. Себебі ұрықтың толық пісіп жетілу уақыты, дамитын уақыты ол 9 ай көлемін алады. Егер 9 ай бойы шыдап соған ішетін болсаңыз, онда бұйыртса сапалы ұрық шығу ықтималдылығы жоғары. Келесі жиі қойылатын сұрақтар эрозияның емі қандай? Жалпы эрозия дегеніміз арнайы зерттеулерден кейін және дәрігердің арнайы креслода қарағаннан кейін ғана қойылатын диагноз болып табылады. Көп жағдайда дәрігердің көзімен көрген дүниесі әрдайым эрозия болмауы мүмкін. Қызарғанның барлығы эрозия емес. Және де шынайы эрозия болатын болса, оның себебін анықтауымыз керек. Егер инфекцияның себебінен болатын болса, онда арнайы инфекцияға қарсы арнайы свечаларды қолданамыз немесе таблеткалардың көмегімен емдеуге болады. Ал егер осы эрозия диагнозы қойылатын болса, және де сізде өте көп мөлшерде выделениялар болатын болса, және қатынастан кейін қанды бөліністер болып сізді мазасыздандыратын болса, онда күйдіруді талап етеді. Егер жоғарыда айтқан белгілердің ешқайсы болмайтын болса, эрозияны емдеудің қажеті жоқ. Келесі сұрағымыз, ол бір труба жоқ, әр ай сайын овуляция бола ма деген сұрақ қойылыпты. Аналық безі ол бөлек ағза, ал жатыр түтігі ол бөлек ағза. Яғни бұл жерде тек қана жатыр түтігі алынып тасталса, аналық безі ол әр ай сайын өзінің қызметін жалғастыра береді. Яғни ол жатыр түтігіне тәуелсіз. Сондықтан уайымдамай-ақ қойсаңыз болады, қалған бір түтікпен осы овуляция болған аймаққа сәйкес жүктілікті жоспарлай беруге болады. Ең бастысы осы қалған аймақтың трубаның қызметі сапасы жақсы болса жеткілікті. Келесі жиі қойылатын сұрақтар, ол етеккір келсе жүктілік бола ма, немесе жүктілік кезінде етеккір бола ма деген сұрақтар қойылады. Құрметті қыз-келіншектер, егер жүктілік болатын болса, онда етеккір келмейді. Ал етеккір келсе, демек жүктілік жоқ. Сондықтан осыны түсініп алсаңыздар, егер етеккіріңіз келіп жатса, демек сіз жүкті емессіз. Ал жүкті болсаңыз, етеккір келіп жатыр деп түсіну қажеті жоқ. Бұл жағдайда қан кетуі мүмкін, немесе қанды бөліністер болуы мүмкін. Себебі жүктілік кезінде етеккір келмейді. Келесі жиі қойылатын сұрақтар осы жүктілік кезінде өзінің жағдайларын жазып жатады. Сұрақтарға белім ауырады, ішім ауырады, басым ауырады деп. Құрметті қыз-келіншектер, жүктілік кезінде ол арнайы бақылауды талап ететін жағдай болып табылады. Себебі бұл кезде әйел мен бала үшін денсаулық күресіп жатады. Яғни, егер бүйрегіңіз ауырса, демек тек қана сіздің бүйрегіңіз емес, балаға да кері әсерін беруі мүмкін. Сондықтан осындай жағдайлар кезінде интернеттен ақпарат іздеп консультация алудың қажеті жоқ. Дереу өзіңізге қарайтын учаскелік гинекологыңызға барып консультациядан өтуі қажет. Себебі сіз дер кезінде интернет арқылы жауап ала алмасаңыз, ол сіздің және баланың өміріне қатер тудыруы мүмкін. Ең жиі қойылатын тағы да бір сұрақ, ол мектеп жасындағы қыздардың, яғни ең алғаш етеккірі келіп бастаған қыздардың қоятын сұрақтары. Құрметті аналар, қыздар, жалпы алғаш етеккір келгеннен бастап 2 жыл көлемінде ол тұрақталады. Егер етеккіріңіз бір рет келіп, одан кейін жоқ болып кетсе, 2 айда бір рет келетін болса, онда ол қалыпты жағдай болып табылады. Еш уайымдаудан қажеті жоқ, себебі ағзаңыз енді сіздің осы етеккір қызметін
реттеп қалыпқа келіп жатыр. Сондықтан да етеккіріңіз бір келіп бір келмей жүрсе, бастапқы алғашқы жылдарда ғана қалыпты болып саналады. Ол кезде уайымдаудың қажеті жоқ. Егер етеккіріңіз келіп тұрақталып, әр ай сайын келіп, одан кейін жоқ болып кететін болса, немесе 2-3 айда бір рет келетін болса, онда міндетті түрде гинекологтың консультациясына бару қажет.